жүрекпен қарсы алғанда. Екеуі жетпейді. Диверсанттардың командирі азиялық пен жергілікті жолбасшы. Мұндай ақпаратты қайдан алғансыз? Мен дегенмен қарсы барлау қызметінің бастығымын. Бағыныштыларымнан көп білуге тиіспін. Екеуі тірі болса да құриды. Олардың байланысы жоқ. Олар не аштан қатады, не орманнан шықпақ болғандарында өздерін бірінші кездескен күзет атып тастайды. Несі бар? Қисынды. Мен орыс диверсанттарын жою операциясы табысты өткенін Берлиндегі генерал Громельге баяндаймын. Меніңше шындыққа қиянат жасамаспыз деймін. Сізбен толық келісем, штандарт-анфюрер. Бұл екеуін біз ұзамай ұстаймыз, алаңдамаңыз. Зайдлиц, сіздің алаңдауыңыз керек. Бірнеше күннен кейін мені Берлинге шақырады. Штабқа кеттік. Біздің полицейлар да кетті. Жігіттер құрыды. Ұлым, сүт іш. Оған не істеп едің, а? Өліп қалғандай жатыр. Өлмейді. Ажалға керек жоқ. Әлі рахмет айтады. Көрдің ғой жаңа. Полицейларды арбамен алып кетті. Көрер едім сонда сүтіңді ішкенін. Сақтай көр. Жүр! Жүр! Қане! Ұлым менің! Тұр! Жыламаңдар қатындар, қаншерлерді біздің батырларды өлтірген. Немістер тауып құртты. Дымын қалдырмастан қырып салды. Бәрін түгелдей. Ал бұл батырларды қырғанда. Сен қайда болдың, Иван? Қыздарға қырындап жүрдің бе? Саған есеп бермегенмін. Есеп бермеймін де. Болды. Туй. Мария, көремісің? Луганов мүлде нашар. Дауысы мүлде шықпайды. Оған көмектесесің? Жаратушы емеспін. Қолымнан келгенді жасаймын. Оны үйге апарыңдар. Шу! Ане жүр! Ал, жолдас офицерлер. Қандай
ұсыныстар болады. Меніңше топ байланысқа шықпаса, онда ешкім тірі қалмаған. Сенің болжамыңның маған керегі жоқ, майор Чебин. Менің сұрағаным, қандай ұсыныстар бар? Меніңше жаңадан топ жасақтау керек. Міне, бәріміз бірге соған кіреміз. Табылған ақыл. Бәріміз бір ауыздан. Бәріңнің дәлізде күтулеріңді өтінемін. Құп болады. Болады. Біз жаңа ғана Шушиндегі радисімізден хабарлама алдық. Десант түгелдей жойылған десе болады. Түгелдей. Сонда қалай? Түгелдей дегеніміз ол түгелдей. Қасым мен жолбасшылардың денелері табылмаған, бірақ тіріде де ешкім көрмеген. Әзірше жағдайымыз осылай. Не істемек ойың бар? Қайткенде де Қасым сенің радисіңе шығалады. Енді тағы бір тәулік күтейік. Бірақ байқа, өзің шешесің, өзің жауап бересің. Мен сенің орныңда болсам, десант тастауға ойланбастан жаңа топ дайындар едім. Катюха! Естимісің? Зайдлис маған парашют тапқаным үшін офицердің тамағын берді. Ал, жедің бе, Вань? Жоқ әлі. Онда көп нәрсе бар. Бұқтырылған ет де, жарма да, галеттер де. Зайдлис мені аудандық комендатураға жақсы жұмысқа ауыстыруға уәде берді. Сондықтан біздің болашағымыз бар, Катюха. Біздің? Иә. Қарай көр дәмесінің зорын. Сен неге мұрның шүйіресің? Неге әлде қандай боласың? Менен ешқайда кетпейсің, өзің ақ жүгіріп келесің. Қазір міне жүгіріп келем. Тіптен аяғымды сындырып алдым. Одан да Лехаға тигенім жақсы. Сөйт, сөйт. Балаларың жар емес болады. Анау секілді. Күйеу жолдас болуға шақыруды ұмытпа. Сәлемет бе, Лешенька? Сәлемет бе? Анау тағы жабысып жүрме? Қайтесің сол мылжыңға көңіл аударып. Су әкеңдерші. Қане, іш. Су. Мария. Не керек? Естеймісің? Кешіре көр мені. Табан астында не боп қалды? Мен өлетін секілдімін. Өлмейсің. Сен ажал алмай түсмелек. Алдыңда кінәлімін. Шын сөзім. Күйеуіңмен кішкентай Васьканы алып кеткенде
ойламап едім. Немістер қастандықпен емес қой. Мария, кешір мені, өтінемін, кешір. Кешіре көр. Сені қатты сағынып кеттім, Лешенька. Мен де. Ал неге сонша көңілсізсің? Бірдеңе боп қалды ма? Анда орманда көп адамымыз өлді. Өте көп, Катя. Сен полицейлерді айтасың ба? Аксения, балта қайда? Балтаңның қайда екенін мен қайдан білейін? Ол неге керек бола қалды? Неге дейді? Қайрау керек. Мүлдем ұмытыппын. Менің кетуім керек. Мария тәтеге көмектесейін. Бүгін күйгендердің бәрін қалаға госпитальға келеді. Ол жалғыз істей алмайды. Кеттім онда. Жүгір. Сен мұнда не қылып жүрсің? Қасым, сен ұстап алуы мүмкін. Сен ұстап бермесең, ұстай алмайды. Бұл не дегенің? Көмектескің келген секілдеді ғой. Келген. Ал міне, мен сол үшін келдім. Менің қалаға баруым керек, Леха. Түрің мұндағыларға ұқсамайды. Бірден байқайды. Өзің түсінеді екенсің. Былай. Бір ой бар. Менің Мария тәтемен сөйлесуім керек. Ол кім? Біздің ауылдың емшісі. Қазіргі дәрігеріміз сол. Үйі тұтастай емханаға айналған. Ал айтып қойса ше? Жоқ, айтпайды. Немістер күйеуімен ұлын ат тастаған. Айтып қайтеді. Қымбаттым, сен тым көп ішесің. Енді қайтпекпін. Сұрқай өмірден жалықтым. Атат, өлтірет. Алмаған мереке керек. Түсінесің бе? Қонаққа барғым келеді. Жақсы киінгім келеді. Осының бәрі қашан бітер екен? Шыда, қымбаттым, біз жақында Берлинге кетеміз. Білесің бе? Кейде мұның бәріне шыдамай, өзімді қақ маңдайымнан ата салатындай көрінем. Немесе сені саған браунинг сыйлағаныма өкінем.
Бәлкім бала туып аларсың. Бұл жаман ойлардан құтқарады. Баланы жек көрем. Кешірші мені, Фридрих. Кешір. Ақмақтың сөзін айттым. Мені сөйлескін келмей ме? Жоға, қой жаным. Тек ана диверсант жанымды жай таптырар емес. Ол маған үнемі жанымда бір жерде жүргендей көрінеді. Фридрих, барлық еркектер секілді сен де бәрін күрделендіресің. Ол орыс саған не істей алушы еді? Ол жападан жалғыз ғой. Әлде бір генералды немесе тым құрығанда штандартенфюрер Хаукты өлтірер. Генералды өлтіруге диверсиялық топты жібермейді. Хаукқа тіпті де. Бұл фюрер емес қой. Ол мұнда неменеге келді екен? Неменеге қырсығасың, Тарас? Күйген адамдар көп, ал көлік болса аз. Сеніңше менің оң қолым бар ма, екі арбаны бірдей айдай алатын, а? Онда менің шаруам жоқ. Арба мен ат беремін, қалғанын өзің біл. Мен айдаймын. Сенен кім сұрапты? О, дұрыс айтады. Ең болмаса мына өзіңнің ақылдыңды бер. Сондай пысық болса, бара берсін. Ыржиғанды доғар, ақмақ. Бізге жүру керек. Жүреміз. Сонымен, Лука. Ал енді батырды жатқызамыз. Катюха? Сіздер абайлап алып жүріңіздер. Жайлап. Қорқпа, қатын. Ағаш тасымайтынымызды білеміз. Ей, сен, қимылда. Ұржияды ғой өзі. Лешенька, оған бас көз бол. Жарымес, естимісің? Жанымда бол, қалып қойма. Шу! Старстының ұлы болмаса сені атып тастар еді. Ойланбастан атып тастарманық еді. Шу, жануар! Шу! Аусвайцты алда кімде болса соның кеудесіне қой. Естідің бе? Кімдікі жанды. Ал кімдікі жанды? Қазір сөйлесеміз. Guten Tag, Herr Oberhof Polizei. Бұл не қылған адамдар? Оларды қайда апарасың? Қойма өртеніп кетті. Адамдарда. Не? Фа. Ausweis. Nicht Ausweis. Неге жоқ? Зайдлис білет. Білет. Асығыс ол білет. Ал бұл старстымыздың жармесілі. Ақма. Думком. Ақымақ. Міне, нағыз күлкі. Бұл старыстаның ұлы. Мен оны білем. Старыстаның ба? Иә, старыстаның. Думком. Dummkopf. Ақымақ. Ihr könnt weiterfahren. Ары қарай жүрулеріңе болады. Ja, gut. Los, Ашыңдар. Тезірек. Шу.
Алға! Қасқырдың азығы! Алға! Данкишон Обердог полицай! Меніңше мұндағының бәрі жар емес. Ал айта бер, Уфимцев. Отыр. Жаңалық бар ма? Жоқ, жолдас полковник, таныштық. Олар байланысқа қашан шықпақ? Тосын жағдай болмаса, нұсқау бойынша бір аптадан кейін. Сендердің нұсқауларын сайтан алсыншы. Ой, сендер абайлаңдар, абайла! Лука, ал сауығып кет. Немістердің медицинасы ғажап. Өлімге бермейді. Леха, мен комендатураға кеттім. Сен әзірше осы жерді басқара тұр. Және күт. 7-де тамақтанамыз. 8-де. Қысқасы күт. Бұл сізге емес. Теннисте көшетіндегі фельдшерге апар деді. Ал онда не қып тұрсың? Апар. Ал бір арбаны сізде қалдыруға бола ма? Қалдыр. Рахмет. Тыныш. Келесі. Ал, бос бола. Бұған не болған? Ұшақ құлады. Қатты күйді. Есік. Ұшақ. Естідім. Қалада тек осы туралы айтады. Бұл деген нені білдіреді? Нені білдіреді? Бұл қалада қыркүйекте жауын мен бұршақ. Көп жауат деген сөз. Солай ақ болсын. Жауап қате. Бұл 24-ші жылғы маусымдағы құрғақшылықтан жақсы. Мұнда неге жалғыз келмедіңіз? Ол өзіміз. Маған орталықпен байланыс керек. Орталықпен байланыс кеше болған. Енді бір аптадан кейін ғана. Сондықтан болмайды. Сіздің белгіңізді маған НКВД-ның 4-ші басқармасының майоры Лабанов берді. Егерде төтенше жағдай болғанда деп. Сондықтан осында келдім. Маған мезгілсіз байланысқа шығуға тыйым салынған. Хақым жоқ. Сосын мен сіздердің ведомствоға бағынбаймын. Ал бір аптадан кейін байланыс болғанда бәрін айтамын. Егерде тығылу керек болса, көмектесемін. Қажет емес. Бірден етермін. Шу! Енді не істейміз? Әзірше білмеймін, ойланып отырмын. Ойлана. Шайқасқа!
Тоқтал аға. Не болып қалды? Сенің есіңде ме? Онда бізбен бірге Ақсулықта адам болды. Есімде, ә? Қасқа бастау, солай ма? Мен тағы партизанға лайықсыз неткен киім деп ойлаған. Лайықсыз дұрыс байқағансың. Ол біздің жолбасшымыз еді. Бұлай, оның қолға түсу де қашып құтылу да мүмкін еді. Сонымен Жақсылап тыңда. Комендатураға барасында, соны күтесің. Ол сонда істейді. 8-ге дейін уақытымыз бар. Мүмкін жолымыз болар. Құпия сөз. Адал адам, адал еңбегіне адал ақша алады. Есте сақтадың ба? енді есуас емеспін ғой. Байқа шатастырма. Қателессең, ол басыңды жұлып алады. Мен осында табасыңдар. Сен мен негім дейсің, Сені кім жіберді боқмұрына? Партизан болып ойнайсың ба? Сені қазір осында көмем. Адал адам адал еңбегіне адал ақша алады. Не керек? Сені қасым күтеді. Осында. Қасым, тірі, қап. Сәлем. Қуаныштымын. Жақсы. Бір аптадан кейін орманда адамдар болады. Сенімді. Жасырын жұмыстағы біреулер аман қалды. Ал мен де ауылда біреумен сөйлесем. Жақсы. Тек абайлап әрекет етіңдер. Иә, Қасым. Сенің орныңда мен әзірше абайлар едім. Бәлкім, мен осында күтерсің. Бұл жер қауіпті. Өзің біленді. Комендант екпінді еңбекке сыйлық берген. Соны өздеріңе жұмсауға тура келеді. Тамақтан. Рахмет. Ол мен кеттім. Келіскенімізді ертең орманда көрсеміз. Ал сау бол, партизан. Көтер, ақырын. Маған қарай, абайла. Сәлем бет. Амандық тілеймін.
Сәлемет пе? Амандық тілейм. Бір іс бар. Қандай? Оқысаң білесің. Не деп қыңсылайсың? Ит қаңсылайды. Тарас сені тәтеңе шешкеге кетті деген. Ал мен сол аралықта ағама барғам. Сонымен сен келесің бе? Келемін, керек болса. Қашан? Бүгін, сағат 5-те. Қараңдар. Бары осы. Аздау. Басқасы жоқ. Тыңдашы қызым. Сенде орталықпен байланыс бар ғой. Жағдай мынадай болғандықтан жаңа десант дайындасын деп айт. Білуімше тапсырма маңызды. Орталықпен байланыс тек 5 күннен кейін. Ал мен күте алмаймын. Ал сен дұрыс сездің. Тапсырма өте маңызды. Ал радист нұсқау бойынша әрекет етеді. Ал бұл радист біздің адам ба? Мен оны білем бе? Біздікі, Коля, біздікі. Бірақ оны менің білгенімде жеткілікті. Маған сенбейсің. Бәлкім солдадыр шығар. Мен әлі түсінбедім, Қасым. Немістер отряд тұрған жерді қалай тапты? Әзірше білмеймін. Черная гатке оңайлықпен бара алмайсың. Біреу көрсеткен. Көрсеткен айдан анық. Саспа табамыз. Иә. Иә, Леха, партизан болудан жалықпадың ба? Жоқ әлі. Мұның жақсы. Сенің қызың бар ғой, иә? Бар. Бар ма? Біздің ауылдан. Есімі Катюха. Катюха. Иә, ол екеміз бала кезден доспыз. Міне, не болды? Қазір соғыс қой. Өліп кетсең шірейсің, ешкімде қалмайды. Мен қалай өлмекпін? Бәрі секілді. Леха жоқ. Сенің орында болсам ұрпақ қалдыруға асығар едім. Азиялық жергілікті тұрғындардан шағын отряд жинады. Ол аман қалған жолбасшыға шықты және орыс радисімен жолықты. Радист пен жолбасшы тұтқындалды ма? Жоқ, азиялық кез келген тұтқындықтан қорқады. Біздің диверсанттардың не мақсатпен тасталғанын білуіміз керек. Өкініштісі, орманда ешкімді тірідей ұстай алмадық. Менің адамым азиялықтың мұнда неге қалғанын анықтамақшы. Біле салысымен оларды ұстаймыз. Ал тағы құтылып кетсеші? Жоқ, қымбатты Зайдлиц. Бұл жолы құтыла алмайды. Дегенмен бұл азиялықтың ойын біздің еуропалықтардың түсінуі қиын екен, мойындаймын. Ол жалғыз, оған кету керек, ал ол бейшаралардан отряд жинауда. Кәсібилер бұлай істемейді.
Көпір жарса, немесе әлдебір генералдатса, мұндай кек алуды түсінуге болар еді. Ал айлақ немесе әуежай үшін мұнда тәжірибелі жауынгерлер қажет. Ал сен байқаймын, біздің мақсатымызды жақсы білесің. Ал сеніңше, мен мұнда 1 жыл бой босқа жүрдім бе? Меніңше, үлкен жерге біреудің ақпарат жинау керек қой. Қасым, мүмкін шынында да әлдебір кек алу әрекетін жасармыз. Ондай әрекет қолдарынан келе қоймас. Әне, Қасымның жігіттері қандай еді? Ал немістер оларды 5 минутта құртты. Көрдің бе? Көрдім, не болды? Ал мұны қалай көруің мүмкін? Қайдан? Сайдан. Жоқ, тоқтай тұр, тоқта. Отрядтың өлгенін қалай көруің мүмкін? Сен кетіп қалды ғой. Мен... Я, сен, неғымын қылдайсың? Мен әкем мен жотаның ар жағында болған. Кім мен? Әкем мен. Ол старысты ғой. Немістерге қызмет етеді. Әкең орманда болғанын неге айтпадың сен? Мен білмедім. Отрядты кім сатқаны енді түсінікті. Қасым, бұл әкем емес. Ол кейін келді, ол емес. Ендіше, әрине, оған фрицтерге жол көрсету керек болды ғой. Ол бұл жерді жақсы біледі. Байла. Қалай, керек жоқ. Қасым, қолыңды жіберіңдер. Қасым, керек жоқ. Мені ұстамаңдаршы. Жіберіңдер мені. Ал мен болсам, кім сатты деп басымды қатырып жүрсем, мінеки, бәрі анықталды. Жібер. Жібер. Мен мұнда кек алу туралы біреудің айтқанын естідім. Енді ұсаққа жүгіретін уақыт келді. Старысын өлтіреміз. Сонымен бірге бәрін істе тексереміз. Ал сен, бізбен барасың ба, әлде қаласың ба? Мен бе? Иә. Бұйыруға байланысты. Операцияның басшысы Бондаренко. Николай осында қалады. Айтқаның болсын, командир. Кеттік. Старыстан өлтіріп, бұйрықты орындаймыз. Ескі дерменге алып барып, әдеттегіше өлтіреміз. Ал мына шибөрге не істеу керектігін келген соң шешеміз. Аха. Ал кеттік, жігіттер. Сәлем, Катюш. Көптен көріспедік. Сағынған жоқпын. Жолыңнан қалма. Ал мен сағындым. Жүрегім сен деп қатты зарықты. Түнде ұйықтағанда сен ойлаймын, Катя. Жақсылықпен кет, Иван. Мұның не енді? Суық қару кезену. Полицайға жақсылыққа бармайды. Айқайлама. Біреу көмектесіңдер, өттем. Тыныш, сен ешкім естіме. Катя. Өттем. Ефим, Не? мүмкін біз оны үйінде өлтірерміз. Жоға, шул шығады. Онда оның қатыны бар ғой. Ескі дерменде өлген дұрыс. Ал сен өлтіріп көріп пе едің? Мен бе? Әр қалай болған. Тыңда, Ефим, мүмкін бәріміз бармаспыз, а? Неге екен жүйкем ширық кетті? Ал сен ширық ба? Бұнда бәрі әділ ғой. Реніш тумау үшін Тарасқа дейін бәріміз барамыз. Жарайды, айтқаның болсын, Ефим. Катя, сен уайымдама, менің ниетім адал. Қаласаң құдалыққа адам жіберейін. Тым құрыса бір сөз айтшы. Катя. Өтнем, жақындама. Катя, мен хайуан емеспін ғой. Өз қалауымен болсын дедім. Естимісің? Жақындама. Катя. Сені қарғыс атсын. Катя! Енді сен кімге керексің? Ал мен сені өмір бойы сүйетін боламын. Міне,
Шөпте саған. Шай іш, Қасым. Жақсы шай. Шөпті өзім жинадым. Тек байқа, күйіп қалма. Қалай екен? Жақсы. Шебер, ем болсын. Тыңда, Қасым. Бәлкім мұнан өлтірерміз. Оп-оңай ғой. Жігіттерді күтейік. Күтетін несі бар? Сатқынның аты Сатқын. Ал шай қалай? Жаман емес пе? Сен іш. Коля, Немене? немістер шабуыл жасаған кезде қайда болдың? Мен бе? Оны ит біле ме? Онда сонда шайқас болды. Не болды? Сұрақ туындап қалды ма? Сен алаңда болған жоқсың, Коля. Болмағаны қалай? Міне солай. Кетіп қалдың, Коля. Соңғы сәтте кетіп қалдың. Сезік бұлайдың, сайтан алғыр азиат. Бәрін Лехаға жаппақ болдың. Қорқау. Тапаншаңды бере ғой. Иә, бәрібір тегіз алмайсың. Ал қалай, партизан? Соғысып болдың ба? Міне қазір. Ух, әтсе. Леха жоқ болады. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Қарайды. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, Забара мырза? Көрмеш ханым. Қолымды сындырдың оңбаған. Жігіттер. Жақсы байладыңдар ма? Тұр, бол, көтер. Тұрғыз, бол. Қане, тұр, көтер. Қане. Ой, Тарас, оны қайда апарасыңдар, а? Қайдасын есі? Барғасамыз? Ой, жарандар! Жіберіңдер оны! Жіберіңдер деймін! Денеңдер дедім ғой. Неткен хайуан едіңдер оңбағандар. Хайуан. Әне, оны аулап алышам. Бұлар... Кет жары. Тарас! Жаным! Аксинья! Бұларың не енді? Өлтірмеңдер! Ай. Менің шайым саған мүлде жақпады, Қасымжан. Қазір мен сен атқа мінгізіп, штандартенфюрер хауққа апарам. Басқаша да болуы мүмкін. Сен қаласаң болғаны. Сонда қалай? Адам сияқты. Сен маған өздеріңді қандай тапсырмамен тастағанын айтасың. Ал мен сені жіберемін. Сен өз жайыңа, мен өз жайымен кетем. Хауаққа баяндау керек. Ал көңілің мүлде тыншу үшін екеуміз мына жерде сұр жыланды қазір осында өлтіреміз. Ештеңе білінбейді. Ақыл ма? Сен ойлан, Қасым. Өзің ойлаш. Мұның саған керегі не? Сен азиялықсың.
Сенің отаның қайда? Мұнда не үшін келдің? Одан айырылып қалма, Леха! Ат, Леха! Тоқта! Сыйдан! Тоқта! Ефим, сен ұлымның өкіл әкесі едің ғой. Мұның не оңбаған? Ал сен, Тарас, Фрицтер қызымды Германияға айдағанда, мұны неге есің алмадың, а? Мен не істей алатын едім? Ал мен не істей аламын? Бұл үкім ғой, Тарас. Ал мен соғыс уақытының заңы бойынша оны орындауға міндеттімін. Сондықтан ренжіме. Сені дарасамыз. Қане, тапаншамды алып бер. Оны өлтірдің бе? Өлтірдім. Ол батты. Су түбіне кетті. Таныш. Су астына кетсе, оның өлгенін қайдан білесің? Енді ол балық емес қой, яғни суға батып өлді. Дермен бұл жерден 5 минуттық жерде бәлкім әлі үлгереміз. Қане? Қане? Алға, қане? Ал қане, Тарас. Ал жігіттер, мүмкін біреудің бірдеңе айтқысы келетін шығар. Ал міне, ақырғы сәтінде жетті, Тарас. Үкім өзгертуге жатпайды, және тез арада орындалады. Кейін тұр өзім. Адал өмір сүрдім. Ала жіпті аттамадым. Терлеп жұмыс істедім. Сендер сияқты кеңес үкіметінің табанын жалаған жоқпын. Тарас Лушко осылай өмір сүрді, осылай өледі. О, жаратқан. Құнақар пендеңнің жанын қабылдай көр. Екінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Арқабай Дәдебайұлы, редакторы Әсел Көкенова. Мәтінін оқығандар: Тілектес Мирамов, Бекболат Құрманғожаев, Айнұр Бенмұхамбетова, Бейбарыс Өтеуілов, Бекен Сәбенұлы, Меруерт Ермекбаева, Нұркен Өтеуілов, Толқын Ғаббасова, Дәурен Серғазин, Гүлнар Рыспай, Сағи Үсібалиев, Әділ Ахметов, Азамат Эскулов, Сайлау Камиев, Ислам Зейнуллаев. Дыбыс режиссерлары: Арман Ертұрғанов, Еркін Рахимов, Асылхан Манапов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторлары Роза Қуандықова, Әсел Ертұрғанова. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахымова. Қазақстан ұлттық телеарнасы, 2013 жыл.